Қазақтар айтты, біз ешқандай хижап тақпаймыз. Түнгі клубтар көбейіп кетті. Мини жүк киетіндер, макси киетіндер көбейіп кетті. 5000 қазақтай көшкен шамалап. Содан 500 қалды. Дені бір, тілі бір түркмендерге мәселен сол жерде ең азында бізге пана болады деп үміт еткен ғой. Қазақ сол қиын тасып бір сындырғынан алып сөйтіп күн көрген. Ислам революциясы болды. Ислам әлеміне, арабтарға, мұсылмандарға шабуылын тоқтату керек деген саясат ұстанды. Махмед Риза Шахның ұстанымымен қоғам екеуі бір емес еді. Мәдени қуат қарағанда Иранды сағынам. Қазір өзі қанша қазақ қалды Иранда? Сәлем достар, бұл қалам жобасы. Біз тарих, мәдениет және өнер тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Қазір әлем назары Иран мен Израиль арасындағы соғысқа ауып тұр. Әрине біз саясатты сөз етпейміз, десе де тарихқа үңіле отырып, Иран тарихы туралы айтқымыз келеді. Нақтырақ айтсақ, сол жақтағы қазақтар турасында. Бір ғасыр бұрын репрессия, аштықтан қашқан қазақтар Иранды паналады. Шақтың билік құрған тұсын, сондай-ақ ислам революциясын басынан өткерді. Осы тұста сол жақтағы қазақтар қандай қиындықты басынан кешті, жат елге қалай етене араласып кетті. Біз бүгін осы сұрақтарды талқылаймыз, ал сауалдарымызға жауап беретін Ислам Жемени. Қош келдіңіз. Қош болдық. Сізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет айтамыз. Өзіңіз қазақсыз, бірақ Иранда туып өстіңіз. Енді оның тарихи себебі бар. Кезінде ата-бабаңыз сол жаққа өтті. Неге Иран болды аға таңдау? Осыдан бастасақ бүгінгі сұрағымызды. Енді себебі, бұл бірінші сұрағыңыздың жауабы, біздің мәселен Иранға көшкен қазақтар Маңғыстаудың тұрғындары еді. Маңғыстаудағы мәселен қазақтар ашаршылықта екі бағытты таңдады. Біреуі мәселен жаңағы Түркменстан шекарасына келгенде Қарақалпақстан жаққа Бесқала дейді ғой. Сол жаққа қарай мәселен жаңа көшті бастады. Екіншісі мына жаңа Түркменстанның үстінен Каспий жағалауынан Иран ең жақын 40 шақырымдай сол жаққа қарай ауысты. Сол себептен мәселен Иран таңдады. Себебі ең жақын мақсат сол Иран еді. Ал енді бір тобы Қарақалпақстанға көшіп кетті. Бір тобы Түркменстанда қалып қалды, үшінші топ Иранға өтті. Сосын олар бәрі бір күнде, бір сағатта келісіп емес. Мәселен 4-5 жылдың ішінде топ-топ болып, мәселен бұл көш жүзеге асты. Себебі қорлық көрген жаңағы сол кезде қазақтар енді көбінде мәселен олардың мал дүниясы түйеші ғой, түйелері. Мәселен айтуынша кімде мәселен түйе көп болса, ол бай атанады екен да. Себебі түйенің деген еті де, оның мәселен жаңағы сүті де, қымызы да, жаңағы шұбаты да бәрі біздің деген қазақтың ұлттық тағамдар қатарына жатады. Сондықтан сондай мәселен жағдай бір, екіншісі жаңағы бұлардың деген діни ұстанымы өте берік болған. Мәселен әсіресе ол кезде мәселен біз дінімізден айырыламыз дегенде оларға психологиялық үлкен соққы болған. Сол үшін мәселен жаңағы деген Иранды мұсылман елі деп білгендіктен сол мұсылман елін барып паналаған. Басқалай хабары болмаған ба? Мәселен Иран турасында, көшкен халықтың сол кездегі. Жоқ, ол мәселен ең басты хабары Иранда түркмендер тұратын білетін. Мәселен түркмендерді діни жағынан, тіл жағынан, сосын тарихи ортақ тамырымыз бар екен білет. Сондықтан жаңа өзінің білетін мәселен тарихи туысы, діні бір, тілі бір түркмендерге мәселен сол жерде ең азында бізге пана болады деп үміт еткен ғой. Сондықтан Иранды таңдаған. Себебі Иранның мәселен жаңағы сол Каспий теңізінің жағалауынан алсаңыз, сол жерден бастап Иранның деген солтүстік шығысына дейін бір кең байтақ жер бар, оны түркмен сахра дейді. Сахра деген сөз түсінікті ғой.
түркмендер тұратын күні бүгінге дейін де сол атпен аталады, түркмен сахра. Ол жерде мәселен үлкен мәселен белгілі қалалары бар. Мәселен шағын қала, үлкен қала, күмістөбе дейді қазақтар, гумишан дейді парсы тілінде. Сосын түркмендар, түркмен бар, яғни түркмен порты деген сөз. Сосын гумбада кабус бар. Сондай мәселен қалалары бар түркмендердің, сол түркмен сахрада. Бұл түркмен сахрада енді саны нақты белгісіз, бірақ миллиондаған, миллионның әрі берінде түркмендер тұрады күні бүгінге дейін де. Сондықтан мәселен сол түркмендер Иранның солтүстігінің бір бөлігінде тұратын түркмендерге де арқа сүйеген. Бұлар енді ең азында сол жерде түркмен сияқты бізге тарихы бір, тілі бір, діні бір ел бар. Солармен мәселен паналап, солардың мәселен жаңағы қолдауымен сол жерде өмір сүру мүмкіндігіміз бар деп Иранды таңдаған. Демек қарапайым тілмен айтсақ, бағыт Иран болғанмен таңдау бірақ түркмендерді пана тұтып барды. Арқа сүйеген, арқа сүйеп, солай айтуға болады. Солай айтуға болады. Енді сөз басында дінді айтып қалдық қой. Мынау ирандықтар енді шииттер аға. Иә. Қазақтар енді сүнниттер енді. Осы бір айырмашылық қандай да бір алғашқы кезде етене араласуына жергілікті жерде бір кедергілер туындады ма осы тұрғыдан діни бағытта? Бастапқы кезде туындаған жоқ. Себебі біз бір затты мойындауымыз керек. Иранның 3000 жыл тарихы бар ғой. Жаңа гуманитарлық психология, адамды сыйлау, сосын қоғамдық қатынастар әбден нығайған, жаңа деген мәдениетті биік ел екен сол жерге барғанда білдік аткелеріміз. Мәселен парсылар, мәселен жергілікті халық, мәселен жаңа түркмен сараның шекарасы бар. Альборс тауларынан кейін мәселен бір 40-50 шақырымнан кейін түркмен сара басталады. Мына жағында мәселен жаңағы күні бүгінге дейін Мазандаран облысы дейміз, провинциясы қазір екіге бөлінді ғой. Гүлістан мен Мазандаран, сосын мына жағында Гейлан бар. Былай айтқанда Иранның солтүстігінде, мына Каспий теңізінің жағалауындағы бұлар бәрі парсылар, жергілікті халық. Бірақ мәдениеті өте жоғары. Оларда мәселен мәрттік, жомарттық, адамды сүю, қоғамдық қатынаста өте әдепті. Сондықтан мәдениет дегенде, әдебиет дегенде оның деңгейі өте жоғары болды. Мәселен, біз көп деген мәселен жаңағы ұлттық армандарымыз болады ғой. Сен мәселен жаңа біздің аталарымыз сол жерге барғанда ылғи бастап кезеңде мәселен жаңағы өздерінің туған жерін сағынып жүрді ғой. Ағайындарын сағынып жүрді. Сол сағынышқа мәселен жаңағы аманат ретінде келесі ұрпақ біз алғашқы оқымыстылары. Мәселен 5-6 жігіт бастадық. Сол алғашқы оқымыстарға аманат етті ғой сағынышын. Біз мәселен бірінші буын жаңа әкелі аталардан кейін жаңағы елдің сағынышымен өскен буынбыз. Мәселен қара, біз Иран қазақтарын 1929-32 жылдары кезең-кезеңмен Иранға көшті ғой. Соны мәселен кезеңдерге бөле аламыз. Мәселен бірінші кезең, сол мәселен былай 1930 деп алайықшы, 1930-дан азаматтық алғанша бір 20 жылға жуық уақыт алды ғой. Ол бір кезең мысалы. Ол кезеңде мәселен қазақ деген ең басты ойлайтыны күн көріс еді. Мәселен жаңағы сосын қоныс еді. Қайда тұрақтаймыз, қалай күн көреміз. Былай айтқанда шашыраңқы түрде өмір сүрген жылдары. Топ-топ болып, бір тобы мәселен жаңағы түркмен саранада, бір тобы мәселен жаңағы жергілікті нелердің арасында, сосын бір тобы мысалы жаңағы қой біз бұл жерден емес жаңағы араб мемлекеттеріне Меккеге барайық деген оймен мәселен жолға шығып, Иран солтүстігіне қарай жүріп, кейін ары қарай кеткендер болды. Сосын жаңа парсы ғанаған өте алмай, түрлі мына табиғи себептермен, мәселен жаңа кемелердің мәселен сол кездерде топанға кіріптар болды ма, я ауа райы қолайсыз болып, олар кері қайтты ғой. Бірақ бір тобы бәрібір аз қандай тобы Меккеге кетті. Мәселен Байпақ қажы соның басында тұр.
Ол кісі иманды болсын қайтыс болды. Жасы 100-ден асып, оның ұрпақтары қазіргі кезде неде? Меккеде тұрады. Мәселен, бір топ барды бәрібір. Сол мәселен жаңа Меккеге, сосын жаңағы басқа араб мемлекет, Сирияға, Ордонға, соларға кеткен топтар бар, кейін Түркияға көшкендер. Менің бір нақтылағым келіп отырғаны, аға, сонда Иранға өткен негізінен осы Маңғыстаудың кіші жүздің қазақтары ғана, Иә. Солай айтуға бола ма? Солай айтуға болады. Мәселен енді былай айтуға Қандай рулар аға мәселен? Бастысы ең көпшілігі адайлар. Одан кейін мәселен әлімдер. Сосын бір-екі отбасы наймандар. Мәселен. Сосын сөйтіп мәселен жаңағы нелерде, мәселен басқа нелерден, мәселен бір отбасы жалайыры. Олар кейін мәселен неден қосылды? Ауғанстандан. Оны тарих бөлек. Мәселен, ол кездерде ішінде мәселен жаңағы енді көбі кіші жүз ғой. Найманның өзі орта жүз болса да, оны мына 1979 жылы Ислам революциясы болды ғой. Соғанға дейін біз не найман, ондай түсінбейтін едік. Бәрі адай еді. Сосын кейін мына Қазақстан тәуелсіздік алғанда, сосын мына жақтан үйрендік қой. Руға бөлінді. Біздің мәселен жаңағы Иранда мынандай тәрбиелі болды ғой. Сен адайсың, сен әлімсің, біл. Бірақ ешқашан оны тілге тиек етіп, оны айтып жүрме. Себебі бізді деген жақындастыратын бір сөз ол қазақпыз. Себебі ертең сен мәселен жаңа мына жақта Түркия бар, ана жақта Ауғанстан бар, басқа шетелдерде қазақтар көп. Біз кейін табысамыз. Сонда біз табысқанда бізді біріктіретін бір сөз бар, ол қазақпын. Сен мәселен жаңағы адай екеніңді білсең де, мен адаймын деп алға шықпа. Мен қазақпын. Сонда қазақ дегеніңізде Түркияде қазақтар болсын, Ауғанстанда, басқа елде қазақтар, ана кеңестің несінде қалған қазақтар бәріңіз біргесіңіз, сізді біріктіретін қазақ сөзі дейтін еді. Енді мынау бүгінгі сұхбат барысында хронологиялық тәртіптен бөлек, кейде орайына қарай бір ілгері, бір алға жылжып отырамыз аға. Енді мынау өзіңіздің сол жақтағы жастық шағыңыз, жігіттік шағыңыз деп айталық, студент атанған кезіңіз, университетте оққан. Мынау Мұхаммед Риза Пехвелидің билік құрған тұсына тұспа-тұс келді аға. Енді сол кезеңге байланысты мынау батыстың ықпалы, сол кездегі Иранның Израильмен одақтастығы, тіпті қарапайым сол кездегі Иран халқының, мен енді бұл жерде қазақтарға қатысты емес, қарапайым тұрмыс тіршіліктегі қалпына қатысты көп айтылады. Тіпті қысқа көйлек киіп жүргеніне қатысты көп талқыланады қазір. Мынау аятоллаға дейінгі аралықта. Расымен осындай болды ма аға? Енді мәселен жаңа 1925 жылы Пәхлеви отбасының бірінші патшасы Реза Ша келеді ғой. Одан кейін мәселен баласы Мұхаммед Риза келеді. Солай ма? Мәселен жаңағы Реза Ша кезінде біздің аталарымыздың айтқан сөзі. Реза Ша келіп билікке отырып, ана биліктің тізгінін қолға мықтап алғанша, Иран деген былай айтқанда ішкі тәртіпсіздікке, сосын деген жаңағы зор бала, күш көрсету, бір-бірін қорлау, сосын әркім деген өзінің деген білек күшіне сеніп, ана бір-бірін деген итермелеп, кім күшті сол өмір сүреді деген сияқты ғой. Сондай еді, деп айтады. Біз көрген жоқпыз ғой. Ал енді мына Реза Ша келгенде екі нәрседен құтқарды дейді. Олар айтады. Біріншісі дейді, мәселен қоғамда дейді, ана заң орнықты дейді. Ешкімге күш көрсетпейтін болды дейді. Сол уақытқа дейін біз дейді, мәселен қазақта 5 батыр болыпты. Сол 5 батыр жаңа қазақтың қорғаушысы болған дейді. Иранда ма? Иранда, иә. Енді бір қоғамды қорғайтын я заң, я күш керек қой. Ал сол Иранда мәселен жаңағы деген қазақтың батырларын деген жетекші болып мәселен қорғап жүрген, бұл бірінші кезеңде сол жаңағы 5 батыр болған мысалы. Мен оның нелерінде жаздым. Сол 5 батыр түрмеге түскенде Реза Ша қалай келеді? Жаңағы деген бір-бірін қорлауды күш көрсе тоқтатады,
сосын мына бұлар да әрқайсысы өзінің тіршілігімен өмір сүріп кетеді. Ешкім мәселен енді бұрынғыдай топтасып, мәселен жаңа деген аңдып отырып, қазақты қорғаймын деген мәселелердің бәрі тоқталады. Бұл бір жағы. Екінші, Иранда деген феодалдық мәселен жаңа нелер қоғам болған. Яғни әр жерден әрбір ұлт, тайпалар, қауымдар мәселен жаңағы өзімізді басқарамыз деп Иранда бүлік шығарған дейді. Сонда деген тыным жоқ. Күнде мәселен тартыс, кертіс қауымның, тайпалардың арасында дейді. Бұл қай жылдар аға жобамен? Жобамен мәселен 1925 пен 1940 жылдар арасы. Әкесінің билікте отырған кезі. Билікте отырған кезі. Сосын соның мәселен жаңа деген бүлікшілерді басып, өтте қатаң болған. Кім? Жаңа Риза Ша. Бірақ мәселен оны мәселен енді біз кітаптардан енді бізде екі информация бар. Біреу мәселен әкелеріміз айтып отырды. Екіншісі біз кітаптарды оқимыз ғой. Ана әкелеріміз айтып отқаны жаңағы екіге тіреледі. Яғни Риза Ша келгенде тәртіп әкелді, заңдылық әкелді, тыныштық әкелді дейді. Яғни мәселен біздің тіршілігімізде тыныштық орнықты дейді. Мемлекеттік деңгейде ана феодалдық бүлікшіліктердің бәрін басты дейді. Сосын дейді, ешқандай мәселен жаңағы енді ана жазбаларда қарасаң, мәселен әртүрлі партиялар болды ғой сол кезде. Олар мәселен жаңағы Риза Шаны деген кімнің адамы деп есептейтін еді. Жаңа Ұлыбританияның адамы деп. Соның бұйрығымен, соның мәселен планымен келді. Оның планы іске асқаннан кейін оны шығарып жіберді. Биліктен алып тастады да оның баласын қойды дейді. Енді бұл жаңағы саяси әңгімелер. Айтатын мәселен патшалыққа қарсы я шындық. Мен мәселе бұл жерде тек оққанымызды айтқанды солай болған. Сосын енді бұл Риза Шаның кезінде үлкен мәселен жаңалықтар келген. Ол не? Иранның оңтүстігі мен мәселен солтүстігі 2000 шақырымда ешқандай жол болмаған. Бірінші сол 2000 шақырым жолды салған, сосын темір жол салған. Бір тиын елде ақша жоқ. Қазынада ақша жоқ айтқанда. Соған қарамастан осы екеуін іске асырған. Бұның өз үлкен жаңағы әңгіме, бұл мәселен қалай жүзеге асты, ақша жоқ, мәселен елдің күш қуатын, елдің деген сүйіспеншілігін қалай пайдаланды, оны бөлек талқылауға болады. Бұл баласының тұсындағы ма? Риза Шан. Риза Шан, әкесінің тұсындағы. 1925-40 жыл арасындағы. Қара, қазірге дейін сол мәселен жаңағы темір жол мен қара жол сол 2000 шақырымды бір-біріне жалғастырып, ары қарай жалғасып жатыр. Енді үлкен қызметті жасап кетті. Енді екінші кезеңде мәселен баласы келді ғой, Мұхаммед Риза. Мұхаммед Риза келгенде бұл кезде сіз көрдіңіз. Енді бұның бәрін енді өзіміз көрдік, кім оппозиция, кім қалай. Мен өзімде ол кезде деген енді біз ерте есейдік шыны керек болса. Себебі мемлекет деген Иран деген бір саяси мемлекет, Иран деген бір мәдени мемлекет, Иран деген әдебиет мемлекет. Иран саяси тұрғыдан Израильмен неді? Жақсы, қарым-қатынасы, жақсы. Бірақ мәселен ішкі жағдай бар ғой, интеллигент, мәселен газеттер, басылымдар бір жерде мәселен Израильді деген мақтамайды. Оны деген жаңа сынға алып жазады. Сол кездің өзінде. Сол кездің өзінде. Мен таң қалатын едім. Мәселен мемлекеттің ұстанымы, жаңа Мұхаммед Риза Шаның ұстанымы мен қоғам екеуі бір емес еді. Бір-біріне қайшы еді. Неге? Қоғам мұсылман. Мұсылман мәселен жаңа аналардың деген шабуылын қабылдай алмайды. Біз еврей дейміз ғой, яхуд дейді. Я Бәни Исраиль, Израильдің әулеттері дейміз. Мәселен түрлі айтылады ғой. Бұлардың мәселен тарихын сен зерттейтін болсаң, исламнан бұрынғы тарихы бар, ислам басталған тарихы бар. Оған мен бармаймын. Себебі ол әңгіме ұзаққа созылады. Ал патшаның кезінде бәрібір екі көзқарас бар еді. Біреуі деген ресми мемлекеттік көзқарас, біреуі халықтық көзқарас. Халықтық көзқарас Израиль жағы емес еді. Ашығы. Мәселен ылғи сынайтын еді. Мәселен Ал жаңағы мен айтып отқан көріністер рас болды ғой аға, Қандай?
киім киісінің өзі өзгеруі Енді соған үлкен енді келе қалалар. жатырмын. Енді келе жатырсыз, Мәселен соған келе жатырмын. Мәселен жаңағы әкесі жаңағы үлкен өзгерістер жасады ғой. Сол өзгерістердің біреуі бар ғой. Батыстық Еуропаның, мәселен батыс Еуропаның, батыс елдерінің мәдениетін қабылдау керек дегенді айтты. Ол не? Мәселен енді біз қазақтар хиджаб дейді ғой, мына жабылғаны. Нелер парсылар чадыр дейді, чадыр басына киеді. Оны алып тастау керек деді. Түсіндің ба? Біз Еуропа әйелдері сияқты емін-еркін жүру керекпіз деді. Мәселен, бірақ тыйым салмады ғой. Тыйым салмады ғой. Тыйым салды ғой. Мәселен, мынаны деген алып тастау керек деді. Мәселен, мына чадыр киюді, жамылғы жабуды қою керек деді. Ризаша. Ал енді баласы келген кезде бар ғой, Мамат Риза келгенде, бұл мәселесін шындап қолға алды. Мәселен, әрқашан екі саясат бар бір мемлекетте. Біреу қатаң саясат, біреу жұмсақ саясат. Ал енді мәселен жаңа Мамат Ризаның менің ойымша үш үлкен қателігі болды. Ішкі саясатта, сыртқы саясатта. Мен өз көзқарасым. Бірінші қателігі не? Біздің қоғам, мәселен Иран қоғамы, мұсылман қоғам. Ислам дінінің қондырғымен тәрбиеленген қоғам. Олар намысқа, ұятқа, мәселен сондай нелерге көп мән беретін қоғам. Түсініңіз бе? Ал Мамат Риза не істеді? Жаңағы деген батыс мәдениеті мен молынан қабылдады да. Молынан қабылдаған бір-екі мысал айтайық. Бүгін мәселен бір атақты кино Нью-Йоркта, Голливудта бүгін тұсаукесері болса, сол кино Иранда, Техранда былай тұрсын, біздің туған қаламыз Горганда тұсаукесері болатын еді. Яғни сонша біздің мәселен батыспен өнер жағынан да, басқа жағынан байланысымыз өте күшті болған еді. Түсіңіз бе? Сосын батыстың мәдениетін қатты сонша біздің бойымызға мәселен сіңірді. Олардың деген жаңағы деген жақсы өнерін, жақсы ғылымын, жақсы ғылыми жүйесін, техникасын алына оруға, олардың көріністеріне көбірек әуес болды да, қоғам. Оны үкімет жасады ма? Я халық өз жеңіл зат жақсы көре ма? Бұл бір мәселе, ол зерттеу керек. Мәселен, неде бір киім үлгісі шыға ма Еуропада, сол ана жақтан бұрын біздің Иранда күшейіп кетеді ғой. Мәселен, мини-жуп деген киім шықты қысқа, одан да қысқа макси-жуп шықты. Ана Еуропа енді бастайын деп атқанда бізде деген жайылып кететін еді. Бұл үлкен бір қателігі сол болды. Мәселен, жаңағы діни, ислам дінін қабылдайтын бір елде жаңа батыс мәдениетін деген артығымен қабылдап кетті. Бұл үлкен бір қателік. Ел наразылық туды. Біз мысалы елмен жұмыс істейміз ғой. Әке-шешелердің бәрі нарыз еді. Неге? Енді біз мына қыздарымызды қалай тәрбиелейміз? Балдарымызды қалай тәрбиелейміз? Түнгі клубтар көбейіп кетті. Макси, мини-жуп киетіндер, макси киетіндер көбейіп кетті. Ол 70-ші жылдар аралығында. 70 жылдан 80 жылдар аралығында. Негізгі 10 жылдай ғой, Иә да. 79-ға дейін. Бұл бір қателігі. Мәселен, ол кезде біз көзқарасымыз бар. Білетін мынау қателік. Себебі мынау ішінде жүр қой ел. Әке-шешелер нарыза. Білдіңіз бе? Соны сезген жоқ. Бұл екінші қателігі не? Иран сонша байыды, ол байыған себебінде мұнай ғой. ОПЕК, оның мәселе, онда әңгімесі терең. Мен оғанда бармаймын. Бірақ байыды, бітті. Байығанда сонша мол бізге ақша түсті, айлықтар жақсы. Ал үкіметте сен жұмысы мұғалімсің ба, жаңағы мәселен шенеуніксің, айлықтар өте жақсы. Өте керемет. Сосын сен бір айлығыңмен бар ғой, барып алып деген машина сатып алып, мәселен айына 30% айлығыңды берсең, астыңа машина мініп жүре бересің. Бір зат деген үйіліп төгіліп, мәселен жаңа тоңзатқыш керек па, телевизор, бәрі молынан жаңағы үкіметте жұмыс істейтін. Ол үкіметтің бюджеттен айлығатын мұғалімі болсын, мекеменік болсын, бәріне бірдей. Бәрі жоғары деңгейде. Мұхаммед Ризаның кезінде. Мұхаммед Ризаның кезінде. Сол жаңа 70-сің. Өте мол байлық. Ал енді миллиардтаған ақша түсіп жатыр ғой.
Енді жаңағы ал енді бұл үкіметте жұмыс істейтіндердің айлығы жақсы. Ал енді ана үкіметте істемейтін қарапайым халықтар бар ғой. Мінекей сол жерде келтіпан пайда болды. Ол не? Жаңағы мол байлық белгілі бір отбасылардың арасында бөлінді. Билік пен биліктің төңірегі. Бұл екінші қателік болды. Мәселен, сіз Горғаннан шығасыз ғой. Та 600 шақырым Машат деген қалаға барасың, оң жағында мәселен жазу тұр. Кіруге болмайды, пәленкестің жері. Кіруге болмайды, пәленкестің жері. Кіруге болмайды, пәленкестің жері. Мыңдаған гектар бір адамның атында. Мәселен, табиғаттың, мәселен, Каспий теңізінің жағаласында ең әдемі, мәселен, жаңағы саябақтар байлардікі. Мәселен, жаңағы қарапайым халық оған кіре алмайды. Казинолар қаптап кетті. Казинодан казино, казинодан казино, түнгі клубтен түнгі клуб. Адамдар деген жаңағы неге құмартып кетті. Бұл екінші қателігі. Үшінші қателігі, байыған кезде, мәселен, жаңағы алпауыттардың күшін есептемей, мен бұл әлемде деген енді ірі мемлекеттердің, қуатты мемлекеттердің біріміз, біз 2005 жыл тарихымыз бар, анау-мынау деп, мәселен, жаңағы артық мақтанып кетті. Бұның бәрі сыртқы саясаттағы қателігі. Көрдіңіз ба? Бұдан ал енді бұл кемшіліктер еді. Үш кемшілік. Екі кемшілік ішке, бір кемшілік сыртқы саясатында. Ал артықшылықтары не еді? Артықшылықтары, мәселен, үкіметтен, бюджеттен айлық алатындардың жағдайы өте жақсы еді. Оларда ешқандай қиын. Ал қоғамда деген еркіндік. Мысалы, сен қазақсың ба, сен түркменсің ба, саған тілі тиетін бір адам жоқ. Ешкім рұқсат етпейді бір-бірін кемсітуге. Көрдіңіз ба? Адам сияқты өмір сүріп, мәселен, бәріміз еңсеміз көтерулі. Жұмсақ ішкі саясат бөлек. Бірақ бәрібір үкіметтің адамдары қарым-қатынаста өте жоғары деңгейде әдепті сақтайтын еді. Ол кезде Иран американдық жүйемен өмір сүрді. Біз оқуымыз да американдық жүйе ғой, білдің ба? Демократияның, мәселен, жаңағы былай кейбір жақсы тұстарын да етті, қоғамда іске асырды. Мәселен, жаңағындай кемшіліктер де бар. Кемшілік басымдау болды да. Ал оның, мәселен, жаңағы енді болымды жағына келгенде, ол өте, мәселен, мемлекетшіл, өте патриот адам болды. Мысалы, ана кемшілігін де айтқанда. Патриоттығы не? Иранның деген, мәселен, технологияның деген дамуында, мәселен, іргелі, индустриалдық, мәселен, жаңағы техниканың деген, Иранда деген негізін қалап кетті. Мәселен, әкесі темір жол мен қара жолды мыңдаған шақырым бір-бірін салып, сонда қиын жағдайда жұмыс істесе, баласы бар ғой, мінекей Россиядан, ол кезде сен Американың саясатымен ұстанып, мәселен, Совет одағына жақындауға праваң жоқ кезі ғой. Соның өзінде Иранға келіп, мәселен, Совет одағына келіп, Мәскеуге келіп, Мәскеумен келісім шарт жүргізіп, жаңағы деген теңірді балқытатын завод бар ғой, соны салғызды. Ол негізгі техниканың дамуына басты не ғой. Сосын, мәселен, жаңағы деген трактор несін өндіретін заводтар салды. Жаңағы деген атом энергиясын пайдаланатын заводтар салды. Сосын жаңағы дүние жүзінде қазірге дейін теңдесі жоқ. Мәселен, мұнай тазарту несін салды ғой, Абадан қаласында заводын салды. Күні бүгінге дейін жұмыс істеп жүр. Иранның негізгі байлығы сол. Сол кезде салды. Сол кезде. Қазірге дейін де теңдесі жоқ, мәселен, завод. Көрдіңіз бе? Мұнай тазарту. Ол, мысалы деген, ірі жұмыстар жасап кетті. Яғни, мәселен, кейінгі, мәселен, үкіметте соның негізін қалаған, мәселен, жаңа индустриалдық, мәселен, жаңа өндіріс орындарын ары қарай жалғастырды ғой. Сіз қараңыз, Иран, мәселен, жаңағы деген 1979 жылдан күні бүгінге дейін эмбаргода ғой. Солай ма? Қысымда. Бірақ ешқашан бас иген жоқ. Неге? Себебі Иранның, мәселен, азық-түлік өндірісі. Мәселен, тұрмыстық заттарды шығару өндірісі. Бәрі негізі қалаған, одан дамып, мәселен, күні бүгінге дейін қанша қысымды болса, біздің Қазақстанда да басқа елдерге де Иранның жемісі,
тамағы, Иранның мәселен тұрмыстыққа қажет әртүрлі мәселен жаңа саймандар сатылып отыр. Мәселен Иран екі нәрсеге үлкен көңілі болды. Біреуі деген әдебиет пен мәдениет бір қанат. Екіншісі деген техника мен индустрия екі қанат. Яғни екі қанатын түгендеп алды да патшаның кезінде. Иранда деген кітап оқитын адам өте көп. Мәселен сен жаңағы бір кітап шығады дейді, 6 ай бұрын айтады, сол күнді біз күтіп жүріп, мәселен кезекте тұрып жаңағы кітапты деген сатып алатын едік. Иранға қазақтар Маңғыстау өңірінен біздің 20-шы жылдардың аяғы, 30-шы жылдардың басында ауа көшті. Мұны өзіңіз тізбелеп басында айтып өттіңіз. Сол кездерде Иранға жеткеннен кейін қандай қиындықтар көрді аға? Қандай қиындықтарға кезікті қазақтар? Адамның жүрегі ауырады да. Себебі біз тек соны естіп өстік қой. Естігеннің өзі талай түндер жыладық. Ал біз соның бірде-біреуін көрмеген ұрпақпыз ғой. Неге? Сонша олар қиындық көргенде бізге көрсетпейін деді. Екі мәселені мен ешқашан мәселен өте алмаймын. Одан біреуі бізге аталарымыз айтты. Біздің мәселемді көріп жүрген қорлығымыз надандықтан деді. Онда мен мына үстінде көйлегімді сатсаң да сен балам оқуың керек, оқисың деді. Ол жерде бүкіл қазақтардың бір мүддесі бар еді. Бір қазақ баласы оқыса, бүкіл қазақ қуанатын еді. Маңайдағы, ауылдағы мәселен. Осы деген бәр алақанын алып бізді өсірді. Сенің мәселен аты қазақ, айналайын, сенің бағың, мұнанда әке-шешең саған оқуға мүмкіндік беріп отыр. Оқышы. Біздей болғың келе ме дейді. Біздің мына тарихымызды ертең кім жазады, сен оқымасаң деп. Сонда адам мойнына міндет атқару бір жағынан. Көрдің бе? Мен олардың бәр детайлары көз алдында тұр. Олар мен мәселен ана сауаты жоқ қазақ деп айту қажет емес, санасы биік қазаққа мен борыштымын. Бәрі мәселен тілектеседі. Әрбір оқымысты азаматқа деген қуанатын еді, қызғанбайды. Бақытын сен оқығаныңда көретін еді. Сен оқып жүрсең, ол өзін бақытты санайтын еді. Қанша қазақ көшті аға сол кезде? Сол кезде мәселен енді айту бойынша 5000 қазақтай көшкен, шамалап. Содан 500 қалды. 5000 түтін емес қой? 5000 енді сол жан саны? Жоқ, сол түтін болу керек, отбасы болу керек. Отбасы. Соның көбі қырылды дейді. Неден? Жаңа о жақта мәселен жаңа мөлдір арықтардан суады ғой. Сол суларды ішіп, ол уланған сулар екен де, ана жоғарыда мәселен жаңағы деген заводтар бар екен, солардың уымен етіп, сосын жаңағы жалпы мына оба дейді, қазақшасын сондай ауруларға душар болып өлгендер бар, жұқпалы ауруларға. Сосын жаңа деген улы су ішіп өлгендер бар, оның мәселен бір шамасын мен жаздым. Өкінішке орай мыңдаған адам қайтыс болды. Демек, Иранға жеткенше шашау шықпай барған, көш, ауа көшкен. Барғаннан кейін жаңағыдай жағдай. Бірақ транқы түрде. Сосын барғанда енді бастырайтын еш жер жоқ қой. Ағайын деп түркмендерге барған. Олар мәселе айқара құшағына кел дастарханның ортақсың. Бізде мысалы жаңа расында да кімдер қабылдады бірінші барған қазақтарды? Сол енді қызықты қарада. Мәселен бізге ана Сталиннің қуғынына ұшыраған мәселен жаңа нелерді есіме түседі да, мәселен түріктер, шешендер енді кейін терең зерттеп оқып жүрмін ғой өзім. Олар айтады мәселен мәселен немістер мәселен жаңа күні бүгінге дейін қазаққа рахмет айтады ғой. Бір жапырақ нан бізбен бөлісіп отырды деп. Дұрыс па? Әлі бізде ондай болған жоқ. Бір жапырақ нанымен ешкім бөліскен жоқ. Мәселен қи, білесіңіз ғой, қи жинап, мәселен түркмендер үйіне апарып, олар от жағады ғой. Ол кезде газ жоқ, не жоқ, сол қимен от жағады ғой. Қазақ сол қиын тасып, бір сындырық нан алып, сөйтіп күн көрген. Сосын екі. Қазақ деген өте өжет батыр халық болған. Яғни мәселен сол жерге барса да,
анау мынау тиісем дегенде тісі батпайтын. Арасынан мықты батырлар шығып отырған. Мәселен соның біреуі, мәселен сол жергілікті атақты ұрылар бар екен. Бүкіл ел біледі ол ұрыларды. Елдің малына тиісіп ауылға келіп, жаңағы деген малдарын ұрлап кетеді ғой. Түркмендер ғой бұлар, Жоқ, сол жақтағы. Түркмендері де бар, жергілікті түркмен емес парсылар да бар. Ульят дейміз біз. Сонда қазақтың деген мықтылығы, қазақта бір жаңағы еріккен рух бар ғой. Бір күн түнде сол екеуі деген атақты екі ұры келгенде, жаңа қазақтың батырынан қарай, мына екі саусақ артынан ақырын келіп екеуінің деген былай желкесін ұстап, тырп еткізбей, дәл солай деген жандармаға келіп тапсырған. Ауылнайға. Содан аты шыққан ғой. Қазақтың батырлығы, мәселен мына темір жолдағы рейлер ғой, темірлерді. 5-6 адам болып әрең көтереді дейді. Қазақтар деген біреу бар, борттан түсіріп алып, тізеге алып, неге алып көтеріп. Сөйтіп деген қазақтар деген барып енді зерттеп көріңіз. Иранның деген мына темір жолында бар, Реза Ша бастаған. Темір жолына да, қара жолына да сосын құрылыстар салды ғой. Бәрінде қазақтардың ізі бар. Қазақтар деген жаңағы қара күшімен, техникалық санасымен, іскерлігімен, адалдығымен аты шыққан өтте жаңағы неге деген жергілікті халықты деген сүйкімді қауымына айналған. Күні бүгінге дейін қазақтар жақсы көреді. Расындағы енді бұл жақта көшіп қонып жүрген қазақтар ғой. Енді ол жаққа барғанда немен айналысты, немен айналысып жанбақтағы? Бірінші сол жаңағы бұларға Құдай берген жер айттым ғой. Барғанда жаңағы қи жинап бастады ғой. Бірақ олардың бағы Реза Ша болды ғой. Неге? Реза Ша келгенде реформа жасады ғой. Біреуі темір жол жасау, қара жол жасау, сосын жаңа ғимараттар мемлекетке салу, үкіметке. Мектептер салу, әкімшіліктер салу, соның бәрінде жұмысшы керек қой. Біразған техниканы білетін. Сол қазақтар солардың қатарында жаңа деген темір жолға да, қара жолға да, құрылыс салуға да қазір мәселен деректер де шығып жатыр, суреттер де бар. Қазақтар жұмыс қалды ғой. Қазақтар құрылыс саласында, құрылыс саласына, сосын жол саласына. Қазақтар деген мәселен жаңағы деген іскер ғой. Төзімді. Білдіңіз ба? Біз мәжбүр болғанда сондай құдіретіміз бар. Мәселен сол құдіретті қазір жұмсап атып па, жұмсап атқан жоқса білмеймін. Бірақ сол кезде мәселен қазір мен зерттеуші ретінде мәселен қазір көптеген нелерді көрдім. Газеттерде шықты. Иран қазақтары туралы мәселен жаңағы сол жергілікті журнал газеткерлерге мақала жазып жүрмін. Қазір екі елдің достасуына деген көмектесіп жүрмін. Сонша мәселен Иранның сол жазушылар маған рахмет айтып жатыр. Біз де 70 жыл дейді мәселен мына қазақтармен көрші болып, қазақ кім екенін білмеппіз. Енді танып жатырық деп. Енді мынау сол уақытқа дейін 1920 жылдардың аяғы, 30 жылдардың басына дейін Иранда қазақтар қоныс теппеген бе? Нақтылағым келіп отыр да? Жоқ, мәселен тарихи кезеңдерде мәселен қазақ деген атымыз болмады. Шыңғысханның мәселен жаңағы несінде Иранға шабуылдарында көптеген түркі халықтар, кейін мәселен оның бір бөлігі мәселен қазақтың ішіне, ол кезде мәселен қазақ жоқ, түркіміз бәріміз. Мәселен сен Әмір Темірдің хақында жазған кітаптарды оқысаң, Бабырнаманың кітаптарын оқысаң, сізге түркі деп жазады. Ешқандай мәселен жаңағы тайпаның атын айтпайды. Сол кезде түркі тайпалары бар ғой. Мәселен ақ қойынды, қара қойынды қазір бізде бар ма? Бар. Қайда бар? Жамбыл облысында бар. Солай ма? Бірақ олар қазақ деп танимыз. Ал ол кезде қазақ жоқ кей. Ақ қойынның да, қара қойынды да түркі тайпалардың қатарында. Осы ақ қойынды Иранда барып үкімет құрған, мысалы. Ал олар мәселен Азербайжан бар, қазіргі Иранның Азербайжанында үкімет құрған, сол жерде мінекей олар Азербайжанның арасында, қазір солардың мәселен Азербайжан халқының қатарына сіңіп кетті. Жалайырлар бар мәселен. 150 жыл Иранда үкімет құрды, бірақ бәрі Азербайжан түркісі болып кетті. Мәселен қазір қоңыраттар, Қазақстанда қоңырат қазақ болды, Өзбекстан қоңырат өзбек болды, Тау-тана Кавказда қоңыраттар, арғындар Кавказдық болды. Сосын мысалы дулаттар.
жаңа Кашмирдегі дулаттар кашмирлік болып кетті. Жаңағы Кашгардағы дулаттар ұйғыр болып кетті. Қазақтағы дулаттар қазақ болып кетті. Сондай. Мәселен, біз деген қазақ деп тарихты алғанда түркілік тарихтан бөліп қарай алмаймыз. Ал түркілік тарихты ислам тарихынан бөліп қарай алмаймыз. Енді мынау сөз арасында айтып отырсыз ғой, сол кезде мынау заң үстем болмаған тұста сол жаққа барған қазақтар өзін қорғады деп. Иә. Бұл енді үлкен бір сұрақтың шешін шығарады. Демек, сол уақытта, сол кезде орналасқан уақыттары, алғашқы жылдары, жергілікті халық, парсылар болсын, сол жақтағы этникалық түркмендер болсын, қысастықтар болған ғой, расымен көп болған ба? Немесе қандай да бір қақтығыстар болған ба? Жоқ, енді мысалы бұл кезде бар ғой. Енді үлкендерден естисіздер ғой. Үкіметтік қысым емес қой ол. Үкіметтік қысым болса жүйелі болады ғой. Бұл үкіметтік қысым емес. Қоғамдағы топтардың арасында қақтығыс. Түсініңіз бе? Сол үшін өзін қорғайтын мүмкіндік бар. Ар жағында мәселен жаңа үкімет мен мына түркменді, я мына жергілікті парсыны қолдаймын деп отырған жоқ қой. Ана Риза Ша күшіне енгенде бәріне жұмырықты көрсетті ғой. Кімде кім Ирандағы өмір сүретін бір адамға сен түркменсің, сен қазақсың, сен түрксің, сен парсысың деп қол сұқса, қолын бармағын шошайтса, оның басын кесем деді ғой. Бәріңіз бір елдің азаматысыңыз, ешкімге деген артық сөйлемесін. Бәріңіз мәселен бір болыңыз деп ол сондай қатаң заң алып келді ғой. Сіз сөз арасында мынау ирандықтардың шиит сүннит бағытқа қатысты қазақтардың алғашқы жылдары ешқандай қиындық болмаған айтып қалдыңыз. Ешқандай болмады. Демек, кейін белгілі бір мәселе туындады деген сөз. Бұл қандай жағдайлардағы? Енді біз бар ғой, мәселен 1979 жылы ислам төңкерісі болды ғой. Енді ол ислам бағытында болды. Мәселен, сода, мәселен, біз бүкіл дүния жүзі қуанды ғой. Неге? Бұны ислам революциясы болды. Себебі, сол жылдан бастап, өзің білесің, сыртқы саясаты өзгерді Иранның. Мәселен, жаңа деген Азраильмен саяси жақындау емес. Оның деген мәселен енді ислам әлеміне, арабтарға, мұсылмандарға шабуылын тоқтату керек деген саясат ұстанды. Ол жағын мәселен қатты қолдау тапты. Бірақ мәселен ішкі саясатқа келгенде біразғантай жаңа деген қанағаттандырарлықтай саясат жүрген жоқ. Мәселен енді шиит пен сүннилердің арасында оның мәселен мен емес. Қазіргі мәселен Иранның жаңа президенті Пезешкиян мәселен айтып отыр ғой. Мәселен неге сүннилерден мемлекеттің деңгейінде, мәселен жаңа облыс деңгейінде болсын, я мәселен жаңа министрлік, үкімет деңгейінде болсын, неге бір бастық жоқ дейді. Неге сүннилерден мәселен жаңа парламентта ірі өкілдер жоқ дейді. Бұлар дейді, кемшіліктер дейді. Біздің мәселен жаңа ынтымағымызға деген зиян тигізеді дейді. Біз енді мұсылманбыз бәріміз, сүнни болайық, шие болайық, бәріміз бір болуымыз керек дейді. Білдіңіз бе? Мәселен жаңағы Иранның деген шығысында Бәлуч деген бір халық бар. Олар сүнни. Дұрыс ба? Мәселен ол айтады, мәселен сүнни хақында кемшіліктер болып жатыр, оның құқығы орындалмай жатыр. Бірақ бұл біздің ішкі мәселеміз Иранның. Бұны мәселен жаңағы біздің арамыздағы кемшіліктерді мәселен сыртқы жауларымыз пайдалануға қақысы жоқ дейді. Мәселен Израиль ішке бүлік салуға бізді пайдалана алмайды дейді. Себебі біздің мәселен Иранның мәселен біртұтас ел болып тұруына ынтымағымызға деген бұл зиянын тигізбеу керек деген мәселен өткенде аптада патва берді мысалы. Көрдіңіз бе? Ол енді мәселен жаңағы деген патша кезінде де, қазір де мәселен ең көңіл бөлетін нәрсе сен парсы, сен түркі, сен сүнни, сен шият деп айтпай, соның деген мәселен тең құқығында негізінде қарым-қатынас жасаса, ол Иранның деген күшеуіне ықпал жасайды. Сосын осы арада мәселен алауыздық болса, сыртқы отарлау күштер де оны жақсы пайдаланады ғой, білдіңіз бе? Қазір мәселен сыртқы отарлау күш
осы кемшіліктерді пайдаланғысы келіп отыр. Неге? Мәселен, теңдік жаңа құқықты орнықтырмаса, одан ең бірінші зиян көретін Иранның өзі ғой. Білдің бе? Ішкі алауыздық туына себеп болады. Енді бір сұрақ туындайды. Мынау 1979 жылғы ислам революциясы Ирандағы сол жақтағы қазақ диаспорасына не берді? Бір өмір салтында қандай да бір өзгерістер әкеле алды ма? Оң немесе теріс жағынан болсын. Осыны бір саралап көрелік. Енді қара 1970 мен 80 арасында бар ғой. Иран қазақтарының деген былай айтқанда өркендеу даму кезеңі болды. Мәселен, жаңа 70-ші жылдарының соңына қарай, 70 жылдың басында біздің алғашқы мәселен университетте оқып, жетіліп, мәселен, жаңа еңсеміз көтерген жылдар болды. 70 мен 80 арасы. Енді көзіміз ашылып, материалдық жағынан да жақсарып, оқу жағынан да жақсарып, оқымайтын қыздарымыз да оқуға университетке түсіп, еңсеміз көтеріліп, бір қазақтың тойында бар ғой, жаңағы қанша біз жер үйде тұрамыз ғой, ондаған емес, жүздеген машина тізіліп тұратын еді. Қазақтар деген жаңа таю тама шетелдің деген ең керемет маркасын алып, енді еңсесін көріп, талтаңда бастап, сосын қарын тойғасын Қазақстанды ойланай бастап, Қазақстанмен қарым-қатынас жасап 77 жылдан бастап, мына отан қоғамымен. Әйтеуір деген осы шарықтай тұрған кезімізде көрдің ба? 1979-да мына ислам революциясының зиян тиген жоқ. Себебі 80 жылдары Иран мен Ирактың арасында 8 жылдық соғыс басталды, білесіз. Сол бәрібір тек қана қазақ емес, Иранға экономик тұрғыдан зиян тигізді ғой, солай ма? Жұмыссыздық, сосын жаңа деген ішкі экономик күйреуі, анау мынау бәрі жаңағы деген Иран қазақтарына да ықпал. Мәселен, доллардың, валютаның деген бағасын деген 6 төмен есепте 120 төменге көтеріліп кетті. Бір аптаның ішінде. 6 қайда, 150 қайда. Мұның әсері неге тиді қазаққа? Ол тек қазақ үшін емес ке. Соғыс жаман нәрсе. Иран мен Ирактың соғысы деген экономик күйреуге алып келді. Сондықтан мәселен жаңа деген мемлекетте деген жұмысқа алу несі азайды, көптеген өндіріс орындары жабылды. Ирандықтар, мәселен қазақтар да жаңа деген көбі екі нәрсе, я завод істейтін еді, я құрылыста қазақ жігіттері. Құрылыс тоқтады, өндіріс орындар тоқтады. Сондай мықты, мәселен өндіріс орында завод істейтін қазақ жігіттер не болды? Қолына қалтарып, бір тауарды Теһраннан алып, Горганға әкеліп сату, Машатқа қарасына барып, бір тауар атып, әкеліп Горганға сату, я Истанбулға барып, Истанбулдан әкеліп тауар сату. Бұлай айтқанда, сатушыға айналды, делдалға айналды. Ода мәселе ірі делдал емес, қарапайым. Бұл экономика тық төмендей бастады. Кешегі мәселен біреу Тойота мініп жүреді, біреу деген Мерседес, енді еңсесі көтерілген қазақ бұлай желі шыға бастады. Енді кезген қазақтың жігіттің астына сен жаңа деген көлік көре алмайсың. Себебі күн көрішін машинаны сата бастады. Сосын соғыс бітті ғой. Иранмен экономик қайта жанданып, қазақтар енді қайта жаңа шарттарға үйреніп, еңсесін жиып, қайта көтеріле бастап еді. Не болды дейсіңіз? Кеңес одағы күйрей бастады. Сосын ана еңсесін жиған қазақтар енді жаңа өмірді Иранда бастайын деп жатқанда ойы бөлініп кетті. Қазақстан қарай ауу керек деп. Мәселен, аттың үстінде отырған жігіттер атынан түсіп, чамаданның үстінде отырды. Біреу менбен ең алғаш. Ол да мәселен тоқтау болды. Мынау енді 1979 жылы ислам революциясынан кейінгі қазақтардың әлеуметтік экономикалық жағдайын жалпы тек қана сол қазақтар ғана емес, жалпы Иранда өмір сүріп жатқан жергілікті халық бар, басқа халықтардың әлеуметтік экономикалық тұсын жағдайын соғыспен байланыстырып айтып отырсыз. Бәрін солай.
Ал енді идеологиялық жағынан қандай да бір өзгешеліктер болды ма? Былай мысалы ана идеологиялық жағынан бар ғой, соғыс Мәдени. кезеңінде былай болады ғой, соғыс кезде бар ғой, саяси принцип бар. Мәселен, елдің ынтымағын бұзбау үшін барлық кемшіліктерге адам көз жұмады. Себебі ол патриоттық сезім, саяси принцип. Мәселен, енді Иран бір шетелмен соғысып жатқанда сен өзіңнің дертіңді айтпайсың. Себебі отанды адам ойлайды. Отанды қорғау мәселесі. Сол үшін мәселен жаңа 80 мен 88-де ешкім ол кемшілікті ауызға да алған жоқ. Себебі елмен бірге қиындық көріп жатыр, ел күйреп жатыр экономикасы. Бір-біріне көмектесіп, мейірімдесіп, бір-біріне жақсы қарым-қатынас жасауға, елдің деген мәселен жаңа қорғанысын күшейтуге күш жұмсалды. Ол белгілі нәрсе әрбір елде. Мәселен, ел болып қалғысы келді. Мұнда 88-ге дейін ешқандай мәселен жаңағы кемшілік бар, я менің неме ондай сөз әңгіме болған да жоқ. Айтпақшы, соғыс жағдайын айтып отырсыз ғой. Қателеспесем, сіз 70-ші жылдары 1900 ортасында әскери борышыңызды өтедіңіз, е? Иә, мен мәселен Иранда әскери борышымды өтеген кездерде, сол кезде енді қызығын қара. Бізді мәселен 2 жыл әскери немізді өтеміз ғой. 70-ші жылдарда, Мамад Риза Жаңыз заманында, 70-72 жылдары. Сонда бізді 3 ай артық неге жіберді ғой. Жаңа әскери тағлиматты көруге, партизандық дайындыққа жіберді ғой. Неге? Сол кезде Иракпен бір келіспеушілік болып, енді міне соғыс шығады деп жариялады құпия түрде. Мен сонда бір 3 ай артық патшаның кезінде жаңағы неге бардым, әскери дайындыққа. Сосын енді келдік мына неге. Ислам революциясы болды ғой, 79. Бұл менің жаңа бірінші 3 айым патшаның кезінде. Екінші 3 ай тағы келді. Ол Иракпен соғысып жатқанда мүмкін әскери жетіспеушілік болады деп, мәселен, жас буын біздерді, мәселен, біз мұғалім болсақ та, бізді тағы да 3 айға неге алып кетті, тауларға апарып, мәселен, жаңа партизандық әскери дайындыққа 3 ай тағы бардым. Әскер дегенде, әскери қызмет дегенде көп жағдайда әлімжеттік айтылып жатады ғой. Сіздер мысалға әскери борышыңызды өтеген тұстары бір ұлттық кемсітушіліктер болды ма аға? Мен саған мәселен, сіз қазақсыз, сіз түркменсіз, біз парсымыз деген сияқты. Жаңа көрдіңіз ба, мына Пәхлеви кезінде бірде-бір рет болған жоқ. Мәселен, адам әскерде жүргенде, бірақ өз үйімде жүргенде сезінемін. Сонша мейірімді, сонша бір-біріне жақсы, құрмет деген өте жоғары деңгейде. Бір адам сен деп сөйлей алмайтын кезет ол кезде. Себебі Риза Шаның тапсырмасы өз кезінде баласы да солай еді. Мәселен, мен мысалы жаңағы деген бір үлкен әскери жаңағы ненің бар ғой, бас хатшысы болдым. Мәселен, жаңа күзетке қоятын, тамақты бақылайтын, сосын жаңа таңертеңгі тазалыққа жауап бере, бәрі менің мойнымда болды. Мен бір қазақпын. Бүкіл жаңағы деген 490 ба, 500 ба есімде жоқ. Солар деген мәселен маған бағынатын еді. Бір адам маған айтты, сен неғып жүрсің, сен қазақсың, мен міне парсым, мен бір ауыз айта алмайды. Ешкімді артық санамайды. Мен де ирандық, сен де ирандықсың. Мен сонда мәселен бас хатшы болдым. Сонша мені құрметті ететін еді офицерлер. Сосын мәселен өзіңнің мәселен анау-мынауың бар ма, үйге барың келе ма, шаршадың ба, сондай жақын қатынасы болдық. Білдіңіз ба? Ешқандай мұндай кәп жоқ біздің кезімізде. Патшаның кезінде бірде-бір қазақты кемсітіп сөйлеу әскерде бізде болған жоқ. Мен мәселен 2 жыл плюс 3 ай артық қызмет жасадым. Бәрінде де тиісті құрметті көріп жүрдім. Сол кездерде қарап отырсақ, көптеген толқулар болды. Дүркін-дүркін. Оны сіз де айтып отырсыз әңгіме барысында. 70-ші жылдардың ортасында. Сіз ол уақытта студент болдыңыз, қателеспесем, аға? Иә. Сол толқуларға қатысқан бір саяси немесе бір қоғамдық
белсенді болған қазақтар болды ма? Әрине болды. Саяси ұстанымына байланысты. Әрине болды. Оларды айта аламыз ба? Неге айта алмас? Ол мысалы жаңа Иранда ол кезде түрлі саяси ағымдар болды. Мәселен, бір ағым туде дейтін еді, олар тікелей мына Мәскеудің тәрбиесінде, Мәскеудің саясатымен жүрген. Біреулі мәселен жаңа коммунистер болды, коммунистер нешеге бөлінді. Фадайлар болды, мәселен, одан шыққан пейкар болды, тағы. Мәселен, исламның мәселен көзқарасын ұстанған мұжахидин болды. Сондай көптеген ағымдар исламның ішінен де шығып жатыр. Ал енді соның ішінде мәселен әрқайсысы өзіне мәселен мүше жинағысы келеді, белсенділер өзіне тартқысы келеді мысалы. Мен басқалардың атап айтпаймын, ана қазақ мына, мен өзіме батысты. Мәселен жаңағы солшыл дейміз ғой. Сіз де толқуларға қатыстыңыз ғой, аға? Әрине, енді біз енді елмен бірге жаңағы неге жүрдік қой енді. Қандай ұстанымда болдыңыз, аға? Мен жаңағы деген бүкіл нем бір демократия, кеңес одағымен, совет одағымен саяси тұрғыдан жақсы болып, мен қолым мәселен өзімнің атамекенім Қазақстанға жететін деген мақсат мен көзқарасым солай болды. Мәселен, жаңағы қандай да бір ұйымға мүше болдыңыз ба деп жатқаным ғой? Мен болған жоқпын. Тек сол енді мәселен коммунисттер маған келеді, мені мүше етейін дейді, мені етейін дейді. Мен тек ашық айттым. Мен бола алмаймын. Мәселен сіздің неге дейді? Себебі мен бәрібір Құдайға сенетін адаммын. Мен Құдайсыз өмір сүре алмаймын дедім. Енді сіз оны идеалист дейсің ба, қиялды, не қойсаңыз қойыңыз. Маған мүмкін емес дедім. Мен жаңағы деген әке шешем мұсылман болғандықтан емес. Менің өз ұстанымым. Мен сол үшін дедім, мен сізге мүше бола алмаймын дедім. Ал мәселен жаңағы ислами әрекеттер болды, дұрыс па? Ислами әрекеттер менің ұстанымыммен сай келмейді дедім. Неге? Мен бәрібір шиит емеспін ғой. Мен сүннимін. Бірақ мәселен мен бір патриот түрінде. Бұл жаңағы ислам революциясын қолдаған топтар ғой, иә? Кімдер? Иә. Әрине. Мәселен мен оған да араласпаймын, себебі шиит емеспін. Сосын негізгі мәселе, мен 5 жылдан бері мәселен жаңа түркмендер, я армандар, басқа, я жергілікті мәселен Азербайжандар, я күрттер, я бәліштер, сол Иранның жергілікті халқы ғой. Қазақтар мәселен кеше көшіп келген. Біз мәселен Иранның саяси тарихына моральдық тұрғыдан да қатысуымызға, біз тек Иранға тілектес, керек болса Иранның деген мәселен жаңа деген мүддесіне бір сапта күресуге дайынбыз. Бірақ оның саяси әрекеттеріне мен саналы түрде ешқайсысына кірген жоқ. Енді Ирандағы жалпы қазақ диаспорасының тақырыбына тағы бір ойыссақ, аға. Жалпы мынау сол алғаш табаны Иран топырағына тигеннен бастап бейімделу кезеңі. Енді қанша уақытқа созылды? Бейімделу кезеңі 70-ші жылға дейін созылды. Мәселен 65-70-лердің арасында 40 жылдайға созылды ма сонда? Жоқ, 60, әрине 20-30 жылға 60-65-лерде бар ғой. Мен мана сізге айттым ғой, Иранның деген мәдениеті, адамгершілік мәселен жаңағы несі өте жоғары деп. Мәселен біздер жаңағы деген мектепте 65-ші жылдары, 60-ші жылдары, 70-ші жылдары мектепте оқып жүргенде бар ғой. Бізді деген адам болып қалыптасуымызға, өзіміздің деген жаңағы атамекеніміз сағынуға, адам сияқты ойлануға мүмкіндік берген білесің кім? 2 фактор. Біреуі Иранның мықты әдебиеті, екінші Ирандағы өте жоғарғы деңгейдегі мұғалімдері, ұстаздары. Біздің қорғаушымыз болды ғой. Бұл кезден сіздер қазақша оқыған жоқсыздар ғой, аға? Қазақша жоқ, парсы оқимын. Парсы тілінде. Бірақ мәселен жаңағы деген олар біздің қорғаушымыз еді. Мәселен мен қазақпын ба? Бірде-бір жергілікті маған тіл тигізіп, маған күш көрсете алмайды. Мен олармен тең едім. Маған кішкентай артық әрекет болса, мені қорғайтын мұғалімдердің өзі еді. Сосын адам өз кісілігіне де байланысты ғой. Сосын әке шешеңе де байланысты. Сені қалай қорғап жүр. Мен мысалы деген, мені атам қазақты сүюді, қазақты аңсауды үйретті. Ал менің мұғалімдерім әдебиеттің, парсы әдебиеті мен деген отанды қалай сүюді үйретті.
ата мекенді қалай сүюді үйретті. Атам деп айтып қалдыңыз ғой. Иә. Атам маған не деді? Біз мына жерде өлеміз. Ол тағдырымыз. Бірақ сіз ерте ме, кеш пе елге ораласыңыз. Сол үшін тілің бен дініңді берік бол. Ертең елге барғанда сен тілің дінің болмаса, мен қалай қазақпын деп айтасың деді. Бұл кісілер енді көшті бастап барғандар ғой сол кездегі. Иә, ана жаққа. Иә, ана жаққа. Енді осыны кеңірек тарқатып көріңізші аға. Сол үлкендер сағынышын елге деген есіне алады ғой енді сол жақта отырып. Тек басқа әңгіме жоқ. Қалай айтатын, қалай жеткізетін? Енді ол біз мысалы барғандан, ес жиғандан екі нәрсені қолға алды. Өздерінің үйі жоқ, бірақ бірінші мешіт салынды. Қазірге дейін тұр, менің мәселен жаңа Самарқанд Ахун Бәли деген мешіт, Бендер Түркменде. Қара, бұлар деген дінді керек қылды. Екіленші тілді керек қылды. Сіз күні бүгінгі дейін мәселен арада неше жыл өтсе де, мәселен 80-90 жыл өтті ғой. Бірде-бір қазақ отбасы көрмейсің ки, қазақ тілінен басқа тілді сөйлесін. Мүмкін мәселен ана сөз жетпей қалғанда парша сөзін қосады. Бірақ барлық отбасыда күні бүгінгі дейін қазақтың ұлттық киімін киюді дәстүр сақталған, қазақ тілінде сөйлеу сақталған. Ал мәселен Иранда 3 тілде оқытылады. Парсы тілі, араб тілі, ағылшын тілінде. Біздің қазір оқымыстыларымыз деген, жастар деген ағылшынша сайрап тұр. Парсы тілін жақсы біледі, ислам дінін жақсы біледі. Білдіңіз ба? Яғни мен өз көзқарасымды айтып отырмын, патша кезінде оқығанымыз. Мәселен, оқу дәстүрі бұзылған жоқ. Көп жайтты. Мәселен, тек ана бұрынғыда патшалық идеологияның орнына енді исламдық идеология келді. Елді аңсағанда нені көбірек айтатын, мәселен, аталарыңыз? Аңсағанда кең байтақты, еркін өмірді, ағайыншылықты, білмеймін, әйтеуір бізге деген қияли қазақты деген дүнияда ондай жақсы халық, ондай жақсы ел жоқ еді. Мен бірінші кезеңім қиялдағы сүйген қазағым сол еді. Ал енді сол сүйіспеншілікті менің атам, сен мен қазақты сүй, қазақ елге барасың деп үйретті ма? Мен мектепке келгенде, мәселен жаңа Иран әдебиеті, Иранның ұстаздары мен деген жетілдірді ғой. Мәселен жаңа Мулавидің بشنو از نی چون حکایت می کند که از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند деген несін 14-15 жасымызда оқып жүрміз. Сонда ана әдебиет неміз соны оқып бергенде таңдана тыңдап жаңада не айтады? Кімде-кім дейді, өз тегінен ажырасса дейді, өзінің сол тегін іздейді дейді. Мулави. Бұл мәселен жаңағы біздің атамыздың сағынышы елге Иранның әдебиетімен түгенделі ғой. Біз ана жаққа қарай көңіл бөлдік қой. Мәселен біз бәрібір жаңа әркім өз теңін іздеуге деген бір табиғи сұраныс екенін сездік. Мәселен түркмендер күні бүгінге дейін өз тілінде сөйлейді. Әркім өз тіл. Мәселен Иранда ешқандай қысым жоқ. Сен өз тіліңде сөйлеме. Бірақ түркмендердің саны басым кәдімгідей. Олар енді миллиондан асқан. Миллионнан асады. Иә. Сосын олардың тарихи жері бар ғой, Түркмен Сахра деген. Олар мәселен біздікі деген уақытша екенін көрсетті ғой. Мысалы, мен 1991 жылы 42-27-сінде президент бізді Истанбулда қабылдағанда екі ұсыныс айттым ғой. Бір ұсынысы мәселен жаңа деген 1980 жылы мына Совет әскерінің Ауғанстанға баруына қатысты миллиондаған ауған босып кетті ғой. Соның ішінде мыңдаған қазақ, мәселен Иран, Түркия, Пакистан, басқа елдерге босып кетті ғой. Мәселен осылар деген ешқандай азамат жоқ, босқын еді ғой. Соларды елге көшіріп алсаңыз деп өтініш жасадым. Екінші өтінішім мәселен жаңа Иран қазақтары, Иран үкіметі ешқандай бұлардан қиянат көрген жоқ, жақсы көреді. Сіз мәселен бір ресми сапармен барғанда, сол Иран қазақтарының да көшуін заңды түрде
мүмкіндік туғызсаңыз деп 2 өтініш айттым, 2 өтінішім қабылданды. 1993 жылы білесіңіз, ауғанның босқындары Ираннан, Түркиядан, Пакистаннан, араб елдерінен көшірілді. 1995 жылы Иран қазақтар ресми түрде 1992 жылы президенттің Иранға сапары Рафсанджимен келісу бойынша, сол кездегі президенті мәселен Рафсанджимен келісу бойынша мінекей Маңғыстауға тек қана Ақтауға кемемен көш жүзеге асты 1995 жылы. Демек, мәселен, Иран қазақтарының деген, мәселен, қазіргі арада 60 жылдан астам уақыт өткеннен кейін ғой. Мәселен, ресми екі елдің келісуімен. Мәселен, Иран бізден ешқандай өкпесі жоқ, бізде Ираннан ешқандай өкпеміз жоқ, біз тарихи тұрғын емеспіз, біз былай айтқанда пана сұрап барғанбыз, саяси пана, сол саяси пана негізінде азаматтар, дұрыс ма? Расында енді Иран қазақтарының тарихын, тағдырын сөз етіп отырғанда дәл бүгінгі жағдайда ешқашан айналып өте алмаймыз ғой. Иә. Қазір осы жағдайға байланысты шындығында сол жақта қазақ диаспорасының жағдайы қандай, хабарыңыз бар ма? Жалпы осы бір соңғы Иран мен Израиль арасындағы соғысқа байланысты жағдайға орай, енді әлем назарын аударып отырған жағдай ғой, сөз басында айттық. Бүгінгі тақырыбымыздың өзегі ретінде де елге оралуға қатары көбейгендер бар ма? О жағынан хабарыңыз бар ма? Әрине бар. Қазіргі ситуацияны айтсақ. Әрине бар. Мәселен, бұрынғы заң бойынша 95 жылы көштің бір бөлігі іске асты. Солай ма? Одан кейінгі жылдар, әсіресе кейінгі 3-4 жылда, одан кейінгі жылда бір мүмкіндік Иран қазақтарына берілді. Ол не? 3 жылға виза беретін еді, тегін қазаққа. Сосын ол қазақтар келіп, мәселен, міне жерден жағдай үйренісіп, бейімделіп деген сияқты 3 жылдың ішінде жағдайы барлар. Келіп, мәселен, міне жерден жаңа үйдің бағасымен, тұратын жерлі Ақтау ма, Алматы ма нетіп, 20 шақты үй өзінің қаржатымен көшіп келді. Неге? Ана 3 жылға мүмкіндік береді ғой зерттеуге, жағдайы барларға. Оларға мемлекет тарапынан қолдау берілмейді. Керек емес. Қазір де солай. Мәселен, бізге қазір де, мәселен, өз күшімен көшіп келетін адам, отбасылар аз емес. Ал енді соңғы жағдайға байланысты хабарыңыз бар ма? О да бар. Әуел мынаны бітіріп алайық. Біз мәселен жаңа 3 жыл бізге жаңа Иран қазақтарына виза беретін еді ғой. 3 жыл. Ол жақсы мерзім еді ғой. Енді қазір сол 15 күнге шектеліп қалды. Ал 15 күнде мәселен бір жағдай, бір қазақ қалай келіп міне жерде сараптап, саралап, тексеріп, тексере алмайды. 15 күн түк емес. Сол үшін көптеген қазақтар жағдай болса да көшіп келе алмай отыр. Бұл ана ауқатты семьяларға зиян тигізіп отыр. Ең азында сол 3 жыл жаңағы виза беретіне тегін соны қалпына келтірсе. Сонда үлкен көмек болар еді. Қазіргі жағдайда, мәселен, жаңа Иран өзі қиын жағдайда тұрғанда, саяси принципке жарамайды, сен енді бер мен елімді көшіріп аламын деп. Қайтам, қазір мәселен, жаңағы өзіміздің сыртқы істер министрлік мүмкіндігін пайдаланып, Иранның мәселен жаңағы не жасап, үкіметімен Иранның қазақтарына, сосын сол төңіректі ауылдастарға материалдық қазір көмек керек. Гуманитарлық, Өте гуманитар салаға көмек керек болып тұр. Себебі Иранда қазір мәселен жұмыссыз жігіттеріміз, отбасыларымыз көбейді. Көбінде мәселен Қазақстанға келген ағайындар бар ғой. Солар мәселен азды көп көмектесіп тұрады. Осы жақтан беріп отыр. Иә, енді мәселе доллар Иранда күйреді, солай ма? Мына жақта азды көп мәселен мүмкіндіктерін күнкөріске көмектесіп отыр ғой. О жақта бір өндіріс орны ашқан жоқ қой. Ал енді міне жердегі мәселен бұлардың орнына үкімет оларға мәселен гуманитарлық көмек көрсетсе. Тек қана қазақ емес, сол жергілікке де белгілі. Мәселен, міне 100 отбасы бар ма? 100 отбасы да жергілікке де 200 отбасыға мәселен гуманитарлық көрсету болса, бұл деген екі елдің мәңгілік достығына деген тарихи факті болып қалады. Мен дәл қазір сені көшіріп аламын деген қажет емес. Дәл қазір бізге
соларға деген гуманитарлық көмекті Қазақстан ұсыну керек. Қазір өзі қанша қазақ қалды Иранда? 6 қазақ ауыл бар. 3 қалада. Бандар Түркман, Горган, сосын жаңа Гомбатик ауыз. Бұрында 6 ауыл еді, 3 ауыл босады 95-те, қайта сол ауыш себі туу несі көп қой. Қайта сол қалпына келді 6 ауыл. Ал жан саны? Жан саны енді 5-ден 8-ге дейін есептеу керек. Мәселен, оны 5.000 мен 8.000 арасы деп есептеу керек. Барлығы әлі күнге дейін топтасып, сол бір аймақта. Топтасып, сол 6 ауылда 3 қалада тұр. Енді мәселен қазір енді оқымыс көп қой. Көптеген оқымыстар оқуының мамандығына болса, басқа қалаларда жұмыс істеп жатыр. Мәселен, Теherанда, оңтүстік қалаларда мамандығы бойынша. Сосын қазақтың деген мәселен қазір жағдайда біз мәселен 1990-ға дейін бізде ақсақалдық институт бар еді. Соңғы ақсақалымыз дүние салғаннан кейін қазір ақсақалдық институты жабылды. Бұл әр ауылға сайлана ма, әлде жалпы 6 ауылға ма? 6 ауылға. Мысалы сайланбайды. Адамдар өздері мәселен таңдайды, кім ақсақал, кім ақсақал емес. Оның деген ана қоғамдық белсенділігіне байланысты. Ешкім мәселен жаңа құрылтай құрып, мына кісі ақсақал болсын демейді. Ол табиғи процеспен болады. Ал енді қазір сол ақсақалдық институт жоқ. Себебі бәрі мәселен оқымыстымыз көбейді, әрқайсысы өзінің басын ойлайды, әркім. Бұның бір жаман жағы да бар, білдіңіз ба? Ұйымдасу жоқ. Иранның салт дәстүрімен салыстырып алып қарасақ, енді сол жақта қазақтар қаншалықты ассимиляцияға ұшырады аға? 0. 0 деп айта аламыз, е? Себебі күні бүгінге дейін жаңа қазақ өзінің жаңағы жасаған не қыл дейміз, атын не қояйық? Кеңестіктің атын не қоямыз? Жаңағы қабығынан шыққан жоқ. Сақтай алды. Қазірге дейін сақтай. Күні бүгінге дейін айта аламыз. Ешқандай мәселен, яғни мәселен жаңа 1-2 фактіні оны жалпыға айтуға болмайды ғой. Мысалы, 1-2 факті бар, бірақ олар ел іші болғаннан кейін болады деп отырсыз ғой. Оны тілге тиек етудің қажеті жоқ. Бірақ ешқандай ассимиляцияға ұшыраған жоқ. Енді бір мысал айтайық. 1979 жылы ислам революциясы болды ғой. 80 жылдары мәселен барлық мәселен әйел зат енді ана хиджабпен шығу керек деген бұйрық шықты ғой. Сонда қазақтар айтты, мысалы, азғантай қазақ, біз ешқандай хиджаб тақпаймыз дейді. Мектепке де тақпаймыз дейді. Себебі біз ата-бабамыздан мәселен әуретті ұят жер жабу керек қой. Біздің мәселен қыздарымыздың жаңағы бас киімі бар, орамалы бар, гүлді орамалы бар, ақ орамалы бар, гүлді жаулық бар, нақышты жаулық бар, ақ жаулық бар, кимешек бар. Оның ба? Өзің жасқа қарай сатылар, біз соларды қолданамыз. Біз мәселен жаңа макси жоп, мини жүк киген жоқ бізге. Қазақтың мінекей ұзын көйлегін киіп жүрік. Біз онда сосын қазақ қара жамылмайды ешқашан деді. Біз қарады жамылмаймыз. Бұл жағынан сақтай алды ғой. Күні бүгінге дейін көріңіз суреттерді. Иран қазақтар пәранжі кимейді. Кимейді. Еш біреу, бәрі қазақтың деген гүлді, нақышты киімдерін киеді. Мен мәселе таңғаламын, бұл қаяқтан шыққан, қара киіну. Мәселен, біз араб мәдениеті мен ислам мәдениетін шатастырып жүрміз да. Иран қазақтары сол бұрынғы, сен ауратың жабасың не? Мәселен, басыңа ақ орамал байлағаныңда, я ақ жаулық, нақышты жаулық байлағанда ол аурат жапқан болады ғой. Я ұзын көйлекті, сен қара ұзын көйлек киіп не қыласың? Гүлді ұзын киім ки, жасыңа көре, сәнді жүр. Қазақ соны сақтады, күні бүгінге сақтап отыр. Мәселен, күні бүгінге шаңырақта бір қазақ тілін таппайсың, қазақ тілінен басқа тілде сөйлесің. Мүмкін емес. Ал енді қазақ тіл әдебиетінде аймақта, облыста үздік мәселен оқушы қыздарымыз бар. Студент жігіттеріміз бар. Барлық салада алға жылжыған, мықты скрипчі, мықты өнер адам, мықты спортшы бәрі бар. Бірақ соның біреуі деген шіреніп деген
қазақ тілінен қашпайды. Тек қана қазақ тілінде сөйлеседі. Енді мынау барлық бағдарлама парсы тілінде деп отырдыңыз ғой. Бәрі парсы тілінде. Сіздің кезіңізде де Қазір де. кейін мынау қазақ тілінде оқытатын мектеп ішінде факультативтік дейді, сондай бір деңгейде дүниелер болды ма? Жалпы мынау тілді сақтау барысында Иран қазақтары қандай қадамдарға барды сол Біз кездері? мысалы 80-ші жылдарда мәселен оқымысты жігіттер бірге жүреміз ғой. Мәселен мен атап айтайын. Иманды болсын досымыз Ижжан. Иманды болсын Хамид. Иманды болсын Қажи. Мен төртеуміз дос едік. Бүкіл қазақ елі біледі. 4 ағайынды деген. Біздер мәселен жүргенде мына қазақ тілін сақтау үшін не істедік? Достарымыз, айнамыз айттық. Мәселен, Ижжан, сен егер мәселен бір парсы сөзін қоссаң, ұтыласың, біз төртеумізді мәселен кинотеатрға алып барасың. Я төртеумізге балымызды алып бересің. Кімде кім? Сосын төртеуміз мәселен таза қазақша сөйлеуге тырысады. Қазақ тіліміздің де байытып отыруына не мүмкіндік беріп отыр? Отан қоғамы. Отан қоғамынан мәселен біздің отан деген газетін алып оқимыз. Сол кезде мен сөздік жаза бастадым. Міне 90. Сол жақта құрылған қоғам ба? Отан? Иә. Жоқ, міне жердегі отан қоғам бізбен байланыс деді. Сосын кеңес үкіметі тұсында, иә, біз сосын мәселен сол жерде жүріп, мәселен жаңа Иран қазақтарының мәдени қоғамын аштық. 20 жігіт болды. Мен соған төраға болдым. Сонда мәселен оқулық жаздық. Парсы төте жазу, сосын крисамен. Оның материалдарын, әдебиеттеріміз, мына отан қоғамы жіберген кітаптар бар ғой, соны пайдаландық. Сосын сөздік жаздым. Сол сөздік қолмен жазылды ғой бәрі. Онда көрдің бе, о жақта бірінші қозғалыс осылай болды. Екінші қозғалыс, мәселен жаңа өзіміздің арамызда мәдени қоғам ашып алып, сосын белсенді түрде қазақ тілін үйренуге, қазақ кітаптарды оқуға бәріміз әрекет жасадық. Қазақтың кино жасауға, білдің бе? Қазақтағы мәселен жаңа әншілерді, қазақтың ғалымдарын, мәселен Әлкей Марқұланды біз бірінші сол біздің отаннан таныттық мысалы. Мынау Ислам аға, сіз университетте оқып жүрген тұстарыңызда Иранда және ғылымға алғаш ден қоюыңыз, бұл енді 70-ші жылдардың ортасы, рас қой аға. Бұл кезде сіз мынау шақ билігінде көрдіңіз, сол жақтағы ислам революциясында көрдіңіз. Екеуінің ара салмағын тағы бір бәлкім субъективті, бәлкім объективті болар. Пікіріңізді тыңдағым келіп отыр. Өте жақсы. Қараңыз, мен мәселен жаңа бір қоғамның деген бірнеше қабаты болады ғой. Саяси қабат, экономикалық, мәдени қабат. Дұрыс па? Қысқасы айтқанда. Мен саяси қабаттен қарамайын. Мен мәселен экономикалық, мәдени қабатпен қараймын. Мәдени қабат қарағанда Иранды сағынам. Ирандағы деген ұстаздарым, Ирандағы достарым, Ирандағы кластастарым, Ирандағы мәселен әскердегі достарым. Жаны мен мәселен ондай сағынышты деген көрген емеспін. Мәселен сізге бір мысал айтайын. Өмір бойы мәселен жаңа деген бір-бірімізге дос, жергілікті парсы. Екеуміз деген әріптеспіз, доспыз. Күнде мәселен таңертең ерте тұрып тауға шығамыз, Әлбұрыс тауына. Горган деген 14 шақырым ғой ана орманымен. Екеуміз деген табиғат жақсы көретінбіз. Арадан бір 30 жылдан асып кетті, бір-бірімізді көрмей, 30 жылдан кейін екеуміз қайта кездестік қой. Сонда қара, бір-бірімізді сонша сағынып, құшақтаса беріппіз, білдің бе? Ол бірінші күніміз тауда кездестік, сол жастық кезімізде. Сосын ол кісі деген мені, жаңағы достарымды, отбасымды үйіне шақырды, қыдыртты. Бір ай бойы, үздіксіз мені қыдыртты, бір ай бойы. Сол жігіттің енді кететін кезде үйінде қонақта болдық қой. Қыздарым да жаным деді. Сонда әйелі бар ғой, мына бір тарихи естелік берді. Мен сізге бүгін бір сыйлығым бар деді. Мен не, қандай сыйлық деді. Жаңағыдай рамканың ішінде 2 сурет тұр. Бір сурет сол тауда
Менің ана досымның түскен суретіміз жас кезіміздегі. Екінші сурет 30 жылдан аса кейін екеуміз құшақтаса берген суретті ана әйелі түсіріп алған ғой. Екеуін бірге қойып, маған сыйлыққа бер, қазір үйімде тұр. Бұл не деген мәдениет? Бұл не деген ұстанымның беріктігі достықта? Жаңағы мына жерде бір күн түйе, бір күн бүйе болып жүресің. Кім сенің досың? Кім сені жүрекпен сүйеді? Кім сені тек ислам болғаның үшін сүйеді? Ол тек мені ислам болған үшін сүйеді. Мен оны тек шахрух болған үшін сүйеді. Иран қазақтарының өмірінде саяси, қоғамдық болсын, немесе мәдени, рухани өнер аясы болсын, саласы сол 60-шы, 70-шы, бәлкім 80-ші жылдар болар, ерекшеленген, үлкен бір еңбегімен көзге түскен қандай тұлғалар болды аға? Қазір айталатындай ауыз толтырып. Енді мен мана сізге айттым ғой. Біздер 70-80 жылдар арасында өркеніміз енді өсіп, енді ес жиып атқан кезіміз ғой. Енді толысып, енді мәселен Иранның деген жаңа баспаларына шығып, мәселен сұхбат атымыз енді шығып, ес жиып атқан кезде қоғам саяси өзгеріске ұшырады ғой. Сол кездерде мәселен менің атым, мен сияқты аттар атақты ғалымдар, атақты зерттеушілер арқылы газеттерде жазыла бастап еді. Мәселен пәлен тарихшы, мен Иранның мәселен бүгін тарихын бірінші рет жазып жатырмын, мәселен ислам жемейдің көмегімен деп. Енді біздің мәселен бас көтеріп, жылт етіп неткен кезімізде сондай өзгеріс. Жағдай өзгеріп кетті. Яғни тұлғалық, мәселен біз азғандай қазақпыз, бірнеше мың. Бірақ енді шығып жатыр еді. Яғни бір қоғамдық тұлғаға айналуға тарихи, саяси тарих мүмкіндік берген жоқ. Тағы бір әрірек уақытқа оралсақ, сіздің кітабыңызда мені бір ерекше әсер еткен оқиға Иран және Иран қазақтары деген кітабыңыз мен оқыған. Мынау алғаш қазақтар барған кезде бірнеше жылдай ұрпақ сүйе алмапты деген дерек айтасыз. Енді бұл өтте бір жүрекке ауыр тиетін дерек. Бұл не оқиға, не жағдай аға? Ол енді мәселен кейін зерттеулері қарағанда табиғаттың деген өзгеріс әсер етеді екен да. Себебі мәселен Маңғыстау енді бір кең дала ғой. Мәселен ана жақта деген ормандық, сол ылғалдық, білдің ба? Мүлдем табиғат бөлек қой Маңғыстаумен. Енді мен өзім солай пайымдаймын. Ана табиғатқа сосын бұл бір себеп, екінші себеп аштық бар ғой. Мәселен енді ана әйел тоқ болмаса, ол мәселен жаңағы балалы болуға кесірін тигізеді ғой. Көптеген факторлардың бір факторы табиғаттың өзгеруі, екінші факторы мәселен жаңағы тамақтану мәселесі, сосын психологиялық жаңағы адам жүйкесінің деген жүйкеде тыныштық жоқ. Қарын тыныш емес, аш. Сосын табиғаттың ерекшелігі мүлдем бөлек. Соның бәрі әсер етіп, мәселен, мен бұл айтатын себебі менің бір туған нағашы апам, мәселен Гомбат деген қалада күйеуге шықты. Сосын бұл деген сол жерде 5-6 жыл тұрды, ешқандай мәселен балалы болған жоқ. Сосын осындай айтты, жер қазақтың арасында сөз болады ғой. Мәселен осы жер ауыстырса, мүмкін мәселен бұл жағдай өзгереді деп, жаңағы бажасын Гомбаттан Горганға көшуге жаңағы деген итермеледі былай. Ұсыныс айтты, ол көшіп келді біздің қасымызға. Сол көшіп келгеннен бастап жаңағы деген балалы бола бастады. Нағашы апа. Көрдің бе? Ана табиғаттың да адамға деген әсері болады екен. Енді мен оны бір фактор деп отырмын. Екінші фактор тамақтану, үшінші фактор жаңағы психологиялық жағдай дер. Басқа да факторлар бар. Мынау Иран қазақтарын сөз еткенде Қонаевтың есімі аталып қалады. Енді мұның тарихы
1972 ме 73 жылы ма? 68. Бұл 68 бе? Кейбір Соны- деректерде 72-73 деп Енді айтылады. соны мәселен енді нақты неті әйгілуге архивға кіріп ол анықтау Иә. қиын емес қой. Бірақ Негізінде- болған уақиға шындық. Иә, негізінде бірінші Қонаев Иранға барады. Бармайды. Делегацияны басқарып дейді ғой. Жоқ, СССР-ден. Бұл өтірік дүние. Онда ол басқа факт. Басқа Біздің айтып фактор, отқан фактіміз бөлек. Ал екінші дерек осы Мұхаммед Реза Пехлеви Қазақстанға келеді. Сол кезде кетер кезінде Қонаевпен жолығады. Иә, мен соны жаздым. Иә, сол кезде Қонаев Шақырат неге? Иранға. Иә, Ал Қонаев айтады, сен білесің ғой сыбырлап. Біздің еркіміз, рұқсатымыз тау тына жақта жатыр деп Мәскеуні ымдайды. бірақ сол жақта қазақтар бар ма деп сұрайды екен. Иә, бірақ сол жақта қазақтар бар екенін естідім дейді. Естідім деп Иә, айтады. сол жағдайды маған айтып бересің бе дегенде патша ұялып қалады дейді. Ойбай, мен оны білмеймін. Бірақ сізге уәде беремін, барғаннан осы мәселені қолға аламын деп. Осы оқиға қазақтардың сол жақтағы Иә, өміріне көп үлкен өзгеріс әкелген деп айтады. әкелді. Соны тарқатып көріңізші. Мен соны жаздым ғой. Мысалы жаңағы кім мен енді сол Иран қазақтарына сен көмектессең, сол мен Иранға қонақ болғандай сезінемін депті. Сосын жаңа патша Иранға барғанда уәдесінде тұрып, жаңағы Алам деген сарай уәзірі бар ғой. Соны шақырып алады да айтады, сіз дейді, мысалы жаңағы Иран қазақтарын білесің бе деп сұрайды ғой сарай уәзірінен. Ол жоқ дейді. Онда түске дейін сол анықта дейді. Иранда қазақтар тұрмай ма деп. Оларға түк емес қой үкіметке. Сонда ең жоғары биліктің хабар болмай тұр ғой. Иә да. Қанша жыл Азғантай қазақ қой. Иә. Бір бұрыштағы деген сияқты ғой. Сосын иә бар дейді. Осындай қалаларда тұрады дейді. Сосын олардың мәселен өкілдерін онда сарайға шақыр, қандай талаптары бар екен жағдайын білейік дейді. Ол кездегі біздің сауатты оқымыстымыз Талиб деген ағамыз болды. Сол кісі мәселен бір делегатпен сарайға барады. Сол жаңағы деген біздің бірінші мәселен университетте оқыған азаматымыз Мұхаммед Ескелді хат жазады. Соның бәрін әйтеуір жаңағылар былай саралап Иран қазақтарына көмектеседі. Ол не? Иран қазақтардың жаңа деген қиын жағдайда да ауру балдарын емдейді, мешітіне көмектеседі. Сосын жаңа деген жері жоқ, жері береді мысалы. Егістік. Құжаттық жағынан көмегі болған дейді. Бұл рас па? Көп болды. Мысалы, айтудың ғой, бәрі құжаттар реттеу, мәселен жері беру, сосын қазақтар деген саяси сахнаға деген кеуде көрсетуге, сосын мәселен жаңа деген бір саяси комплекстен шығуына көп көмектейді. Адам деген енді мәселен бірінші біздің мысалы жаңа деген екінші дүние соғысында мына Иран, ағылшын, американдықтардың мәселен жаңа жиыны болды ғой Теherанда. Сонда мәселен Кеңес одағының әскері Иранға барды ғой. Солтүстікте. Сонда қазақтардың Бәндер Түркіменға барды ғой. Сонда сол жерде көп деген ана әскерлер қазақ болған. Түсінің ба? Командир қазақ болған. Сол қазақтар қазаққа көмектесті ғой. Ол екінші дүниелік соғыс кезінде. Екінші дүниелік соғыс кезінде. Сондай қызығын қара. Жергілікті халықтар бар ғой. Сосын қорқа бастады. Аналар кеткеннен ойбай, мыналар күшті екен, ана жақта деген бұлардың адамдары бар. Ертең басымызға бәле болады деп тиілді ғой. Һәм Риза Шаның деген заңды орныққаны тұрғаны, және сосын жаңағы Кеңес одақтан келген қазақ әскерлерінің деген қазаққа арқашап, мәселен тентектік көрсеткендерін, тентектердің желін басқанының бәрі көмектесті. Қазақтың бір еңсесін көтеруге. Сосын жаңағы деген Қонаевтың деген мәселен жаңағы деген тапсырғаны ол екінші не болды. Үшінші мәселен жаңағы қазақтың мәселен жаңағы 1992-де менің қазағымды ресми түрде көшіруге мүмкіндік туғызғанда тағы одан әрі мәселен жаңағы Иранның билігі де халқы да қазақты сыйлай бастады ғой. Сосын қазақтың деген нелерін былай зерттегенде жаңағы қауіпсіздік комитеттен
архивді ашқанда, қазақтар еңбекқор халық, қиянаты жоқ халық, адал халық екені ортаға шықты. Мінездеме тұр дейсіз ғой. Иә, мінез емес. Соны қазір дұрыс пайдалану керек, менің ойымша. Енді сөз барысында өзіңіз мынау Ауғанстандағы соғыс кезінде босқындардың қатарында Иранға өткен қазақтарды айтып қалдыңыз. Осы қазақтарды Иранда орныққан қазақтар қарсы алды ма? Қалай болды аға осы жағдай? Әрине, мысалы сол 80-ші жылы мыңдаған mesela ауған босқындар, миллиондаған ауған босқын ауғанға айналғанда, оның ішінде мыңдаған қазақ босқын болды. Ол босқындар қай мемлекеттерді паналанды? Қазақ бар жерлерге барды ғой. Мәселен, Түркияда қазақ бар, Саудияда қазақ. Соның мәселен Иранда сол маңайға топтасты. Сол маңайға. Мәселен, Иранның уақиғасы қызық болды ғой. Жаңағы енді Ауғанстан шекарасынан өтті ғой Иранға. Сонда оны тоқтатады ғой. Неде? Сонда бір қазақ жаңа Захданда жаңа ұлттық банктың төрағасының орынбасары болып жұмыс істеп жүр. Облыстық деңгейде. Сонда жаңа қазақтар келгенде бұлар айтады, мен қазақпын, мен ағайыным бар Иранда. Сенің ағайының кім дейді? Ана Захданда сол енді шекараның қаласы ғой жақын. Біздің қазағым ағайынымыз бар. Кім? Мұқыш. Шын ба? Иә. Аты кім? Мынау телефоны. Ана ұлттық банкқа телефон соғады облыстың. Осындай қазақ бар ма? Осындай адам бар ма? Иә, бар. Осылар ағайындары келіп тұр екен. Сосын оны жаңағы неден шекарадан алып келеді неге? Қалаға. Ол қызық уақиға болған. Бәрі mesela алба-жұлба енді соғыста босқын адам ғой. Сосын жаңалар келіп мәселен Мұқшаға, мыналар сіздің ағайыныңыз ба дейді. Аналар сөйлейді, бәрі қазақ. Иә, бұлар ағайыным дейді. Онда осылардың кепілдік қабылдайсыңыз ба? Мәселен, осының мойныңызға, иә алам дейді. Сосын телефон соғады Горганға. Мәселен, мінекей осындай қазақтар келді, осыны қабыл алыңыз дейді. Горганда оны қазақтар қабыл алып, мәселен, барлық мәселен Ауғанстаннан Иранға кешкен қазақтар бар ғой. Содан бастап ана күзет білет адресті. Бәрін Горганға, Бәндер Түркменға жіберіп отырған. Оларға да тыныштық керек қой. Біреу бұның кепілдігін мойнына алса, басын қатыртына қалады. Сосын мәселен жаңа Ерқасым сияқтылар, мәселен байларымыз болды мысалы. Ауқаттылар болды. Қазақ деген 2 бөлмесі болса, 1 бөлмесін ауған қазаққа берді. Мәселен жаңа Ерқасым аға 65 нені салып берді. Үйді бір жерде. 65 отбасыны орналастырды. Ауғаннан келген. Ауғаннан келген. Тегін бір тиын алған жоқ. Оларға айтты, қазір тегін отырыңыз, жағдайыңыз болғаннан есіңіз жиғасын, бергіңіз келсе тиын-тебен аренде берерсіңіз деді. Білдіңіз ба? Сөйтіп ол ағайыныз деп келді ғой. Мәселен біз 29-30 жылдары неге келгенде әуел түркменді арқа сүйедік қой, мысалы. Білдіңіз ба? Бізге діні тілі жақын деп. Ал міне жерде қазақ отыр ғой Иранда. Олар қазаққа арқа сүйеп келді де, дұрыс та болды. Себебі оларға біреу кепілдік беріп қой. Мінекей мәселе тіркелу керек. Мынау біздің үйде тіркеледі. Анау сіздің үйде тіркеледі. Сосын ол тіркелгенде азаматтық ала алмаса да жұмыс істеу мүмкіндігі бар да. Мәселен жаңа үкімет тарапынан мәселен бұларға мінекей. Міне жерде мақсаттың үйінде тұратын адам мынау адресі. Тіркеуге алынады. Ислам аға, мынау енді өмір болғаннан кейін өлім жітім болады, той томалақы бар, басқа да тұрмыстық салты бар. Қазір ешқандай Иран қазақтары мен осы жақтағы жергілікті қазақтардың арасында салт дәстүрде ешқандай айырмашылық жоқ қой, Салт дәстүрде айырмашылық жоқ. Бірақ саяси психологияда айырмашылық бар. Түсінікті. Енді өзіңізге қоятын соңғы сұрағым, мынау біз кейде мына өзге елдердегі қазақ диаспоралар арқылы, этникалық қазақтар арқылы кейбір салт дәстүрімізге қатысты бір ұмыт болған дүниелерді жаңғыртып, қайта бір есімізге алып жатамыз. Бұл тұрғыда Иран қазақтарында қандай дүниелер бар әлі күнге дейін сақталып қалған? Бәлкім осы жақтағы қазақтарға таңсық көрінетін, ұмытып қалған дейтін белгілі бір тарихи кезеңдерде.
Мәселен енді ол жердегі мәселен ең басты мәселе Иран қазақтарында жаңағы форма өзгерген бе? Мәселен киімдің форма. Мәселен жаңағы қазақ киімдер алға жылжыған сайын сәнделіп бара жатыр ғой. Сол өзгеріс бар, бірақ мәселен жаңағы түпкі нелер де мәселен өте ескі дәстүрлер мәселен жаңағы Иран қазақтарда да жоқ. Мәселен соның біреуі тартыс. Мәселен келінді алып кететін кезде сол күні мәселен жаңағы қызы бар жақ бермейміз дейді. Аналар алып кетеміз деп екі жақта, яғни олай сахналық тартыс болады. Аналар аламыз дейді, мыналар бермейміз дейді, сөйтіп мәселен жаңағы не алып кетеді. Тартыс деген. Бұл айтыс сияқты ма қалай? Жоқ, тартыс. Тартыс. Иә. Сөзбен қағысам осы? Жоқ, мәселен немен келінді алып кетеміз деп тартысады, аналар бермеймін дейді, мыналар нетемін дейді, сөйтіп екеуі тартысады. Арқан тартқан секілді ме? Арқан тартқан сияқты. Сосын бәрі енді келісім бойынша ғой, формальный. Сонда да дәстүр дейсіз ғой енді. Сосын мәселен жаңағы деген неде, мәселен Иран қазақтарының арасында мәселен құда түсу, мәселен бір өкілетті арқылы, өгей арқылы, мәселен іске асатын еді. Мәселен ол дәстүр, мәселен мына жақта көрген жоқпын мысалы. Бұл қалай сондағы? Мәселен мен мәселен қыз сұрайтын мен адаммын ғой. Менің орныма сіз өкіл әке болып барасыңыз. Білдіңіз ба? Өкіл әке болып барасыңыз. Сол жерде мәселен жаңағы Бұл өкіл әке қан жағынан туысқан бола ма, немесе досы деген сияқты ма? жоқ, қан жағынан не болады? Қан жағынан. Мәселен енді басқа да мәселен нелер бар, тұрақты дәстүр, мәселен Ирандағы өте біздің қазақ болып қалыптасуымызға деген үлкен септігін тиген. Бұл жақта жоқ. Мәселен қызды ұзатады ғой. Қыздың ағайыны қанша көп болса, сонша көп мәселен тойлары кешкі қонағасы болады. Кешкі қонағасын Иран қазақтар ойын дейді. Ойын болады. Сол ойын мен бұл жақта көрген жоқ. Мәселен, біреулерің мәселен 10 күн, 15 күнге созылатын еді. Неге? Ағайындар, достар көп. Күнде біреу кешке шақырады, ойын өткізеді, сол ойын 10 күн, 15 күнге созылады. Ұзату кезінде. Ұзату кезінде. Енді бұның үлкен мәселен жақсы жағы не? Барлық ойындар ол кезде біздің өмір сүрген кезімізде тек қана Қазақстаннан келген жаңағы мұрамыз домбырамен ән еді. Маңғыстаудың деген қашағаны бар ма, басқа мәселен жыраулардың бәрін мәселен жаңағы әндерін орындап, біз сонымен өстік кішкентай кезімізде. Бізге қызығы ойынға барып қатысамыз ғой. Мен оны кітапта оқыған шығармын. Темірбай бар, Қожаназар бар, Зайыр бар, тағы Жаңбыр бар, Атан бар, Қайырбай бар. Көп деген атан бәрін атап жақтым. Солардың мәселені рахаттанып отырып тыңдаймыз. Біз мысалы деген қазақтың жырларымен өстік. Үлкендер көзіне жасалатын да шығар. Әрине, ол кезде біз де қазір жасаламыз. Біздің мәселен адам құлағы қай күйге, мен мәселен домбыра мен жырдың ғашығымын. Мәселен Қазақстандағы соларды дәстүрлерді ерекше сыйлаймын. Неге? Сөйтіп өстім ғой мен. Маған ең қызығы қазақтың домбырасы мен жырлары. Біз сол дәстүр мәселен Қазақстанда көрген жоқпын. Иранда күні бүгінге сақталды. Тек қана біздің кезімізде домбыра мен мәселен Маңғыстаудың жырлары, қазір заманауи әндер бар ғой. Сол заманауи әндер орын нетіп жатыр. Ойын болады, ойын болғанда домбыра емес, заманауи қазіргі әншілердің әні айтылады. Енді жаңа соңғы сұрағымыз деп айтып қалдық, бірақ қыз ұзату турасында айтып отырсыз ғой. Жалпы сол жақта қазақтар арасында жергілікті халықтармен, парсылар, көршілес өздері кезінде пана тұтып арқа сүйеп барған түрікмендермен қыз алысып, қыз берісу болды ма аға? Мен саған осыны жауап бергенмін, нөл деп. Бірақ дедім, нөл деген мен бір-екі жайттар өте сирек.
болды. Ол мәселен енді қазақта қалың мал болмаса, қыздың деген мәселен жаңағы не қыл дейді, жасау болмаса қиын ғой. Жасауға ақша керек, қалың малға ақша керек. Сондай мәселен жағдайы қиын адамдар амалсыздан бұрынғы жылдары, мәселен 60-70 жылдары, мәселен жергілікті бір парсының қызын алған бар, түркменнің қызын алған бар, бірақ ол кейін тоқтатылды. Қазақтар мәселен жаңа ауқат көтерілді ғой 70-80 жылдарға қарай, енді ол мүлдем тоқтатылды. Әңгімеңізге рахмет. Бүгін енді өзіңізбен Иран және Ирандағы қазақтар турасында сұхбаттасып біраз әңгімеңізге қанықтық. Әрине бұл 1 сағат немесе 2 сағат аясында барлығын айтып тауысатын тақырып емес. Шығармашылық табыс тілейміз. Әрине әлемнің түкпіріне тардай шашылғанымен қазақ қашанда қайда жүрсе де аман болсын деген тілегіміз бар, аға. Біз осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта болған белгілі Иран танушы, шығыс танушы ғалым Ислам Жемени. Сізге тағы да рахмет. Сізге де рахмет. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.